Панкейк жасап көп уақытымды алатынмын. Дәл осы панкейкті үйренгелі тек дәл осы әдіспен жасаймын. Арасына кез келген жеміс шоколадпен ұсынсаңыздар тіптен керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. 2 дана жұмыртқаға қант салып, біркелкі болғанша венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен жылы сүт құямыз. Сүт жылы болса, панкейк жақсы көтеріледі. Жақсылап араластырып, үстінен 1 шай қасық разрыхлитель, ұнды міндетті түрде ұн елегіштен өткізіп салыңыздар. Және де ұнды бірден салып жібермейсіздер, 2 бөлікке бөліп, ешқандай түйіршігі қалмауы керек. Сол уақытқа дейін жақсылап араластырасыздар. Бізде осындай масса болады. Оны кез келген баклажкаға немесе ыдысқа құйып, дәл видеодағыдай етіп формамен жасайсыздар, сонда өте ерекше болып шығады. Арасына кез келген жеміс салып ұсынсаңыздар керемет болып шығады. Одан бөлек біздің балалар осылай мини панкейк жасап көрейік деді. Оны да жасап көрдік. Өте ерекше болып шығады. Дәл осы рецептпен кәдімгі панкейк немесе осы формадағы панкейктерді жасасаңыздар болады. Мен ішіне осылай банан салдым. Сіздер құлпынай, кез келген жемісті салып, бетіне шоколад құйып ұсынсаңыздар болады. Дәл осындай панкейктер негізі ресторанда өте қымбат тұрады. Сіздер де дәл осылай үй жағдайында жасап көріңіздер. Парақшам пайдалы. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.